Қайырлы күн. Мен есімім Санжар, есі 2201 тобының студенті. Бүгінгі сабақта, бүгінгі лабораториялық жұмыс сабағында мен интеллектуал сабағына өзім кодын түсіндіретін боламын, практиканы. Бізге бастапқы тапсырма исходный кодты түсіндіріп, оған өзгеріс енгізу, то есть доработать ету, жаңарту, жаңа функциялар қосу. Менің кодым осы, доработать етілген код 140 қатардан тұрады. Және бастапқыда айта кететін зат, негізгі өзгертулер мен жетілдірулер. Ең басында менде исходный кодтағы модельді ауыстырдым. Бұрын backbase uncased болса, то есть ағылшын тілінде жақсы жұмыс істейтін база болса, қазір менде XLM Roberta Base. Оның орнына XLM Roberta Base қойылды. Модельдің атауы. Бұл көп тілді және қазақ тілінде де жұмыс жасай алатын модель. Келесіде бізде датасет классы түзетілді. Жай жазу ғана өзгерді, ал жұмыс жасалуы сол қалпында, ешқандай өзгеріссіз. Жаттығу процесін визуализациялау қосылды. Жаттығу кезінде шыққан шығын мәндерінің графигі қосылады, loss plot. Менің жасаған өзгерісінде. Бұл арқылы модельдің қалай үйреніп жатқанын көруге болады. То есть, бұрында ол тек қана консольда жазылса, ал енді бұл жолы визуализацияға да шығады. То есть, график ретінде көре аламыз ол. Бұдан бөлек шатастыру матрицасы қосылды. Модельдің нәтижесін тереңірек бағалау үшін модель қай қателесетінін көруге болады. Бөлек тікентір графикалық интерфейсі қосылды. Питонда қарапайым терезе интерфейс жасап шығардық. Оның ішінде мәтін енгізуге болады, санатты болжау батырмасын басуға болады, және санатты шығаруға болады. То есть, біз берген тексттің санатын анықтап береді. Ал бізде бастапқы санатта 3 түрлі санат бар: ақпараттық, эмоциялы және күнделікті санат. Және базада базамыз өте ауқымды емес. Бар жоғы 11 текст бар, бізде 11 мәтін бар. Осы 11 мәтіннің аясында жұмыс жасайтын болады кодымыз. Сосын менің кодымда 20 эпоха бар. 10 эпоха бар. 10 эпоха бұл кішігірім жұмысқа жету керек. Эпоха саны жасанды нейросеттің оқуына өз әсерін тигізеді. То есть, эпоха көбірек болған сайын ол жақсырақ оқиды. Бірақ бізде база кішкентай болғандықтан, оқытылатын база кішкентай болғандықтан, 11 ғана тексттен тұратын болғандықтан, оның особы рөлі жоқ бұл жерде. Егер біз үлкен датасет болатын болса, өте үлкен датасет болған жағдайда, эпохалардың рөлі өте ауқымды болатын еді. Ал соңына қорытындылайтын болсам, мен жасаған өзгерістерде қазақ тілінде жұмыс істеуге ыңғайлы модель таңдадық. Графиктер мен терезе интерфейсі қосылды, және анализ жасау мүмкіндігі кеңейтілді. Енді мен кодтың өзін түсіндіріп жіберейін. Код түсіндіретін болсам, кодта бізде өте көп кітапханалар қолданылған. Өте көп емес, бірнеше кітапханалар қолданылған. Олардың бірі Transformers кітапханасы. Ол дегенім алдын ала жаттыққан тіл модельдерін жүктеуге арналған кітапхана. Одан бөлек Torch бар кітапханасы. Нейрондық желіні құру және жаттықтыруға арналған құрал. Square бар, бағалау метрикалар мен дерек бөлу үшін. Tkinter бар, қолданушы интерфейсін терезе батырмасын жасау үшін. Осылар қолданылды менде. Бізде бастапқыда текст бөлімінде 11 текст келтірілген. Бұл біздегі бастапқы материал, бастапқы мәлімет. Осы мәліметтен атталып келсетіп жұмыс істейтін болады кодымыз. Және мұнда оларға арналған подсказка деп айтсақ болады. То есть, кодқа жасанды интеллектке арналған подсказка.
бұл жерде ақпараттық эмоциялық күнделікті деген 3 санат келтірілген, және тексттердің орналасу индексіне байланысты нөмірленген. 0 дегеніміз ақпараттық, 1 дегеніміз эмоциялы, 2 дегеніміз күнделікті деген санатты білдіреді. Так, одан бөлек бізде токенайзер және модель бар. Біздегі модель атауы XLM Robert Base. Бұл дегеніміз көп тілде жұмыс істеуге өзінің көмегін тигізеді, және бұл модельде қазақ тілінде жұмыс істеуге болады. Так, сосын бізде айтпақшы токенайзер бізді мәтінді модельге арналған форматқа айналдырады. Және бізде Automodel for Sequence Classification деген қатар бар. Ол мәтіндерді санаттарға жіктеуге арналған модель. Келесі бізде dataset классын жасау керек. Бұл класса текст және лейбл тізімдерін модельге түсінікті форматқа айналдырады. Бұл класс dataset классы. Get item қатары. Get item қатары әр сөйлемді токенизациялап, input its, attention must, labels-тарға қайтарады. Келесі бөлік бізде деректерді бөлу бөлігі. Бұл жерде атап өтетін особо несі жоқ. Қана деректерді бөліп көрсетіп береді бізге. Соңғы исход жақта. Ең маңыздыларының бірі бізде жаттығу бөлімі. Жаттығу бөлімінде бізде мәліметтердің 70% жаттығуға, 30% тексеруге бөлінеді. Так, одан бөлек data loader қатары бар. Ол деректерді топпен модельге береді. Сосын бізде жаттығу процесі бар. Жаттығу процесі кезінде device жаттығу процесі кезінде негізі GPU мен жұмыс жасаған оңайырақ болады жалпы. Бірақ менде GPU болмағандықтан мен GPU қолданамын. Ол болмаған жағдай GPU болмағаннан кейін менде GPU қолданады жаттығу барысында. Және менде эпоха саны мына жерде for epoch in range 10, то есть 10-ға дейін барып эпохалар саны сөзін тоқтайды, то есть 10 эпохам бар деген сөз. Және әр батч бойынша лосс есептелініп, модель жаңартылып отырады әр эпоха сайын. Келесі қатар бізде шығын графигі, шығын лосс. Бұл жерде әр эпохадағы шығын мәндерін график түрінде бейнелейді, модель үйреніп жатқан көрнекі түрде көрсету үшін. То есть осыған дейін біздегі исходный кодта бұндай мүмкіндік болмаған. Ал енді біз визуализация арқылы олардың моделін оқып жатқанын, оның қателесіп жатқанын, қай жерден дұрыс емес шешіп қабылдап жатқанын көре аламыз. Келесіде бізде бағалау қатары бар. Бұл жерде жаттыққан модель тест деректермен тексеріледі. Сосын accuracy score деген қатар. Accuracy score деген қатарда мұны. Бұл жерде нақты қаншалықты дұрыс болжағанын көрсетеді. Confusion matrix қатарында, CM деген Confusion matrix қатарында әр санатқа қанша қате дұрыс жүктегенін көрсетеді. То есть неше рет қателесті, неше рет дұрыс жүктегенін көрсетіп тұрады. Так, келесіде бізде тіккентер интерфейсімен жұмыс тікелей. Бұл жерде бізде терезе шығады. То есть терезеге мәтін енгіземіз, және ол мәтіннің санатын анықтауға мүмкіндік береді. Так. Ал қорытындылай келетін болсақ, жалпы код қазақ тіліндегі сөйлемдерді 3 санатқа бөледі. Ақпараттық, эмоциялық, күнделікті деген санаттарға бөледі. Автоматты жүктейді. Модель көп тілді XLM Roberta көмегімен жұмыс істейді. Roberta дегенім бізде Bird кітапханасының бір бөлігі, соның дамытылған бір түрі. Атайды тұр өзі, Roberta. Соның бір бөлігі, сол арқылы оқылады. Сол трансформер модель арқылы жұмыс істейді.
нәтижені графикпен және тереземен көрсете аламыз. Жалпы кодтағы түсіндірме жұмысы осы. Ал келесіде бізде уже нені көрсетіп берейін. Бізде шыққан нәтижені. Мынау бізде бұл қатарда бұл графикті кескенде бізде эпоха сандары көрсетілген. Менде 10 эпоха, мұның нәрде тұр. 10 эпоха. Және жаттығу шығынын көрсеткен қателіктер. Көріп тұрғанымыздай бастапқыда бізде қателіктер көбірек болған. Ал соңына келе уже қателік азайған. Нәрден бітіп қалған уже. Так, бұны қатар жабып. Келесі графиканы қарайық. Келесі графикада бізде шатастыру матрицасы бейнеленген. Бұл жерде 3 санат келтірілген. Ақпараттық эмоциялық күнделікті, ақпараттық эмоциялық күнделік. Бұл жерде модельдің шатасқан жерлерін көрсетіп тұр. Бұл дегенім ақпараттық пен күнделіктің салыстыратын кездегі, анықтайтын кезде модельдің қателесіп тұрғанын көріп тұрмыз. Эмоциялық қатарда да қателесіп тұрғанын көріп тұрмыз. Бірақ біздегі бастапқы мәтін, бастапқы 11 текст өте аз болғандықтан модель қателесетіні ол анық. Бұл графиканы жаптық. Енді келесіде бізде біздің жұмысымыз үшін арналған принтер терезесі бар. Бұл терезеге біз мәтінді енгізіп, сол мәтіннің несін анықтай аламыз. Сол мәтіннің санатын анықтай аламыз. Мысалға жазып көрейік. Мен ашулымын деген мәтін қай санатқа жатады? Бұл эмоциялық санатқа жатады. Себебі мен ашулымын деген ол өзінің эмоциясын білдіріп тұр. Бары осы тапсырмам. Бұл лабораториялық жұмыс. Назарыңызға рахмет.